Мамыр айында біз Катардың жүрегі Доха қаласына саяхат жасадық. 7 күнге созылған бұл сапарымыз ерекше әсерге толы болды. Әлемдік жұлдыздың концертін тамашалап, ұмытылмас сәттерді бастан кештік. Бүгінгі влогта сіздерге Доханың көрнекті орындарын көрсетемін. Сонымен қатар бұл қалаға бармас бұрын нені ескеру керек, қандай ережелер бар, бәрін бөлісетін боламын. Саяхатқа ел таңдауда осы ақпарат сізге көмегін тигізеді деп сенемін. Влогтың соңында неше күнге бару тиімді, 2 адамға қанша қаражат кетті және тәжірибелі саяхатшы ретінде шынайы өз ойыммен бөлісемін. Баршаңызға сәлем. Астананың халықаралық әуежайынан біз таңғы рейспен Катар Дохаға ұшып бара жатырмыз. Айтып кететін екі нәрсе. Біріншісі, чартерный бизнес класс билеттеріне бизнес лаунж кірмейді, сондықтан да біз премиалды банк картасы арқылы өттік. Және екіншіден, аэропорт қазір әуежай таңғы жазғы кестеге өткендіктен адам көп. Біз Қазақстан азаматтарына электронды очередсіз өтетін 2 ақ будка тұр, сол арқылы өте аласыздар. Дохаға Эйр Астана әуекомпаниясымен тікелей рейспен ұштық. Ұшу барысында әдеттегідей су мен косметикалық жинақ ұсынылды. Ал бизнес класстағы жолаушыларға түрлі тағамдардан тұратын арнайы мәзір берілді. Негізгі асты, десертті өз талғамыңызға сай таңдай аласыз. Астана Доха бағыты шамамен 4,5 сағатқа созылды. Оның сәтінен кейін бізді трансфер күтіп алды. Мұнда бір ескеретін маңызды жайт бар. Әуежайдан өз бетіңше Uber шақыру мүмкін емес. Сол себепті алдын ала трансфер брондап қойған дұрыс, немесе қоғамдық көліктерді пайдалану қажет. Бұл нюансты міндетті түрде ескеріңіздер. Қаладан алған ең бірінші әсерім ол тазалық пен әдемілік. Отельге келдік. Ресепшн 31-ші қабатта орналасқан. Тез регистрациямызды өтіп алдық. Вид әдемі. Жүріңіздер, бір көріп шығайық. Хилтон тұр екен, Хилтонның қасында. Номердің кілті және пляжға баратын. Бұл городской отель болғандықтан кейін пляжды жолдың ар жақ бетінде, бірақ жақын, бір 4 минутта етеді. Су ішетін жер бар, демалып отыратын жер бар екен. Ал террасаға шықтық көрейік. Жалын ұрып тұр. Сәлеметсіздер ме? Так. Бүгін Дохада 36 градус деді. Бізге апгрейд жасады. 29-ші қабат. Вау! Қош келдіңіздер біздің номерға. Мұнда тамақ ішетіндер бар екен. Отыратын диванчиктар бар. Сосын телевизор, жататын бөлме. Және де енді шкаф. Утюг, халат бар, сейф бар. Келіп түсірсеңіз болады бәрінде. Міне мен әжеп түсіп жатыр кішкене. Орны қойып Так, санузел, ванна, душ бар екен, үлкен душ. Нелері тұр, шампунь, жуынатындары бәрі қыстырып қойған. Унитаз электронный. Интересно. Отель бірақ ескі. Все, болды. Обзор бітті номерға. Біз 32 қабатты Delta Hotel by Marriott'те тоқтадық. Ол Вестбой ауданында әуежайдан 11 километр жерде орналасқан. Жолдың арғы бетінде қалалық пляж бар. Отель қонақтарына кіру карточка арқылы тегін. Лежақтары ыңғайлы, бірақ сүлгіні отельдің ресепшнінен алу керек. Тамақ ішуге арналған кондиционерлі будкалары бар. Тамақтанатын орындар жеткілікті. Жағажай құмды, суы күннің ыстығына қарамастан салқын және таза. Пляж таңғы 8-ден күн батқанға дейін жұмыс істейді. Тазалық пен тәртіп өте жақсы. Номерға кірбедік. Пляждан кейін мұны бірінші күні бізге мынандай дәмділер алып келіпті. Стеклянный су дейсің.
аяқ астынан интернеттен Трэвис Скотт деген рэпердің концерті Дохада өтіп жатқаннан кейін билет алып келдік. 15 минуттың ішінде өтіп шықтық. Барлығын тәртіп деген масқара, стадион үлкен, ішінде кондиционерлер бар. Және де біз қазір күтіп отырмыз концерттің басталғанын. Көтеріңкі көңіл күй міндетті түрде болады. Концерт Ахмед бин Али стадионында өтті. 2022 жылғы футбол бойынша әлем чемпионатына арнайы қайта салынған, 40 мың көрерменге арналған. Стадион ішінде кондиционерлер, осындай тамақ, сусындар сатып алатын жерлер өте жақсы ұйымдастырылған. Ал концерт бітті. 3,5 сағат күткен концертіміз 50 минут болды. Тез шықтық. Кіретін шығатын есіктер көп. Ешкім бір-бірін итеріп жатқан жоқ. Толпучка жоқ. Все цивильный, все хорошо. Енді қазір такси тұрағына кетіп бара жатырмыз. Сол жақтан таксиға отырып кетеміз. Сәлем. Бүгін Катарда ауа райы кішкене де болса қолайлы, сондықтан да даланың әдемі жерлерін көруге келдім. Бірінші локация ол Мина Дистрикт деп аталады. Артымызда көріп тұрғандай әдемі ғимараттар, порт бар. Осының қасында ескі порт та бар екен. Сосын бұл жерде Катардың ұлттық музейі да осы жерге жақын екен. Сондықтан да бір күн ішінде қазір барлық локацияны көріп, сіздерге түсіруге тырысамын. Порт Мина Доханың тарихи ауданы, бұрынғы балықшылар мекені. Қазір бұл жер заманауи стильде қайта жаңарып, круиздер тоқтайтын, туристер жиі келетін танымал орынға айналған. Мұнда кешке келген жөн, дүкендер кешке қарай ашылады. Инстаграмға арналған локация деуге болады. Түрлі түсті ғимараттар, сәнді кафелер, стильді бутиктер бар. Мина портынан 2 минуттық жерде орналасқан ярд контейнерлері. Бұл аумақта бұрынғы тасымалдауға арналған контейнерлерді түрлі түстерге бояп, қазір яхталарды сататын және жалға беретін кеңселер мен шағын дүкендерге айналдырылған. Алайда ерекше көретіндей көп нәрсе жоқ. Кешкі уақытта салқын самалмен серуендеуге жақсы орын, бірақ күндізгі аптап ыстықта арнайы баруға тұрарлық жер деп айту қиын. Вендом Молл франциялық классикалық архитектурадан шабыттандырылған сәнді сауда ойын-сауық кешені. 2022 жылы ашылған 4 қабаттан тұратын 500-ден астам мидл және люкс сегменттегі дүкендері бар Вендом Молл Доханың ең үлкен сауда ойын орталықтарының біріне жатады. Мен Доханың барлық сауда орталықтарында болдым. Ең жақсы ассортимент осы Вендом Моллда деп айта аламын. Катардың Венециясы аталып кеткен Канат Квоти дейтін жерге келдік. Ауа салқындай бастады, сондықтан да нағыз қазір осындай әдемі жермен серуендеуге арналған уақыт. Міне мынандай кішкентай кеме сияқтылар каналдың бойымен жүреді. Қазір отырғаннан кейін ары қарай сіздерге түсіремін. She's starting her YouTube channel. Oh, really? Yeah. So she wants to you yeah. Something about yourself, how you feel, everything. I'm enjoying my time here in Doha. I've been living here for like 9 months. Yeah, we've just been here. This is my first flight ever. First time flying. They came to watch Travis Scott. Yeah, we watched Travis Scott yesterday. That's why our voices gone. Yeah. Yes, You were there yesterday? Yes. Really? We were. Anything about Kazakhstan? Maybe say hello to Kazakh people. We love. Oh, hello. We want to visit your language. How do you say? Салем. Салем. Like, share, and subscribe. Катардың Венециясынан 5 минуттық жерде мынандай
кондиционерлері бар көше орналасқан. Ойлаңыздаршы, ыстық климат, ыстық қала және көшенің ортасында кондиционерлер. Серуендеуге өте ыңғайлы және бұл жерде катарлық роскошь сезіледі. Маған ұнап жатыр. Мұнда әдемі адамдар, әдемі ғимараттар, әдемі машиналар барлығы да бар. Бүгін таңертеңнен бастап қаланы аралап жүрмін. Күн ыстық болды, шаршап, шалдығып, жаңа соңғы локациядан шығып, мына жерге 5 минут қана жүрейін деп келе салып едім. Шаршағаным бәрі кетіп қалды. Мен дейтін чувствовать етіп сезіп келгенмін ғой мына жерге. Әдемі, өте әдемі жер. Барлықтарыңызды мына жерге келуге міндетті түрде кеңес беремін. Бүгінгі күніміз осындай дәмді десерттер мен кофемен аяқталды. Менің артымда Доха Сити центр деп аталатын сауда-саттық орталығы. Біздің отельден бір 12-13 минут жаяу жүріп келуге болады. Торговый центр 5 қабатты, бірақ көп біз білетін бренд бар деп айта алмаймын. Болса да магазиндер кішкентай. Шүкір біздің Қазақстанда да барлық брендтар бар, қолжетімді. Сондықтан да мына сауда-саттық орталығына керемет бір шопинг жасаймын деп келудің қажет жоқ. Үлкен, бірақ фудкорты бар екен. Фудкорты үлкен, жақсы, түрлі тағамдары да бар. Міне, қысқаша айтқанда осылай. Бірақ жаяу жүріп келіп, әрине де бір қарап кетуге болады. Артындағы пальмалар да әдемі. Бұл район Дубайдың GBR районын еске салады. Демалысымыздың 5-ші күні біз Villaggio молға бардық. Венеция стилінде салынған бұл сауда орталығы Дохадағы ерекше орындардың бірі. Ішінде 150 метрлік канал, гондолалар мен көпірлер бар, нағыз венециялық атмосфера. Вендом молмен салыстырғанда ассортименті мен дүкендер саны аздау. Содан кейін біз Cheesecake Factory'де дәмді тамақтанып алдық. Сәлем баршаңызға. Бүгін біз Катардың ұлттық музейіне келдік. Артымызда тұрған ғимарат ерекше стильде жасалған. Бұл пустыняның гүлі ретінде, яғни шөл даланың гүлі ретінде салынған керемет ерекше ғимарат. 40.000 квадрат екен өзінің көлемі. Бұл музейдің таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін істейді. Ал сейсенбі күні, яғни вторник күні музей жабық болады екен. Қазір сағат 9 біз келдік. Билетті онлайнды да, офлайнды да алуға болады. Бұл ішкі дворигі екен. Арғарай тағы да өту керек сияқты. Біз деген кіреберіс входты іздеп жүрміз. Мұнда ресторан да бар екен, қараңыздар. Жазылып тұр. Бұл музей, мұражай өте үлкен екен. Біз дейтін әлі билетте алып үлгерген жоқпыз. Барлық жерін қарап жүрміз. Қараңыздар, мен қолымда мынандай сумочкам, ішінде үстіне киетін нәрсем де бар. Өйткені Катарда далада ыстық болады, ал ғимараттың іші өте салқын, кондиционерлер ұрып тұрады. Сондықтан да міндетті түрде өздеріңізбен бірге кофточкаларыңызды алып жүріңіздер. Міндетті түрде SPF крем, көзілдірік және де басқа панама немесе кепка. Энтерес деп тұр, кіретін жері, бірақ фонтандар кішкене не екен? Совсем мини фонтанчиктар екен. Музейдің алдына бір дәу фонтан жасамапты да. О, қараңыздар. Мынау қызық. Отыратын орындықтары. Бұл мұражай қаланың ескі жағында орналасқан екен. Тағы да бір мәлімет. Біз билет қайдан аламыз? Hello. Біз тикет офистан шықтық. Билет алатын жерден 2 билет алдық. 50 реалға, яғни бір билет 25 реал. 25-ті теңгеге ауыстыру үшін 142-ге көбейту керек.
Негізі жалпы музей 50 реал тұрады бір адамға, жаңағыдай айтып кеткендей басында, бірақ 50% жабық болғаннан кейін бұлар да бағасын 50%-ға төмендетіпті. Дүкені бар екен. Дүкеннің өзінде де қараңыздаршы, қалай жасаған бәрін әдемі қылдырып. Неше түрлі заттар сатылады. Мынандай QR код арқылы аудио гидті алуға болады екен, тегін. Мұны қосып алдық. Тарихы басталады екен міне 20-шы жылдардан бастап, және картадан былай көрінеді екен, қараңыздар. Кете береді. Қай жылы не дамыған? 61, 62, 63. Ары қарай картада жүре береді екен. Мына жерде барлығы суретпен жазылған, көрсетілген. Музейден шықтық, шынымен де көп жерлер жабық екен, артта ремонттың дауыстары. Бұлайша кіріп, қарап шыққанға тұрарлық деп ойлаймын, қызық. Біз тек сол Катардың тарихы жайлы бөлігінде болдық. Жаңа стильде, жаңа форматта, ерекше форматта салынған ғимараттарды әртүрлі мемлекетке келген кезде көруге тұрарлық деп ойлаймын. Айтпақшы, ішінде ауа температурасы қолайлы, қатты салқында емес, қатты ыстықта емес, кондиционер жақсы жұмыс істеп тұр. Мен тоңған жоқпын, ең бастысы. Біз музейден шықтық, такси шақырттық. Таксиға келетін болса, Катарда таксидің бағасы Алматыдағы Яндекспен бірдей. Карва такси деген мынандай Toyota 70 жүреді. Цветі сыртының Tiffany болып келеді, бірақ бұл таксиға тапсырыс беру үшін жергілікті катарлық номер болу керек. Біздің қолданып жүрген приложениямыз ол бүткіл әлемдегі бар Uber приложениясы арқылы шақыруға болады. Uberға кірген кезде Uberға осындай түсте, Tiffany түсте машина тұрады, соны таңдайсыздар, бірақ бұл басқаларына қарағанда кішкене қымбаттырақ. Басында келген кезде бізде басқа опцияларын таңдап жүрдік. Машиналары ескілеу, ескі, ұрылған, сондай машиналарда келеді екен. Сондықтан да өздеріңіздің таңдауыңызда. Музейде айтпақшы, бұл жақта барлық қоғамдық жерлерде, музей, торговый центр, сосын туристік жерлерде әрине жергілікті мәдениетке, жергілікті әдепке сай, иық пен дзені жауып жүрген жөн. Жаңа музейде өз көзіммен көрдім. Қыздың юбкасы қысқа мини юбкада болған еді. Гардеробқа жіберді, гардеробкада абайка берді. Сосын тағы да бір ресторанға барған кезде, кешкі ресторанға бізге де айтты, ер адамдарға шортымен кіруге болмайды, бізде неше түрлі размерлерде шалбарлар бар деді. Сосын тағы да бір жерде көргенім, торговый центрда топикпен жүрген қыздарға да ескерту жасап жатты. Сондықтан да енді сондай бір ескерту тыңдап, бір мазасызданып жүрмеу үшін футболкада кисеңіздер де болады, кішкене ұзынырақ көйлек немесе шалбармен жүрген дұрыс деп ойлаймын өз басым. Мына жақ бетте қараңыздар, әдемі қаланың пейзажы. Сондай көрініс. Біз бүгін Доха қаласындағы жергілікті өзінің ұлттық стилінде жасалған кешкі базарға келдік. Жұмыс істеу уақыты сағат 3-тен 10-ға дейін. Ескі стильде жасалған. Тамақ ішетін жерлері де бар, сататын заттар да бар. Мұнда барлығын сатады. Киім де, тамақ, специи, аксессуар, сумка, магнитик, неше түрлі нандай әшекей бұйымдар барлығын сатады екен. Негізі кешке жергілікті колоритті сезінуге келетін жер. Бұл осы Катардың топ
келуге арналған топ 5 орынның біреуіне жатады. Сондықтан да туристерге міндетті түрде келуге арналған жер. Катарлардың арасында жүрмін. Мынандай қараңыздар, төбесі жабылған. Ішінде кондиционер бар. Жүруге ыңғайлы. Базардың аты базар. Шынымен де біздің өзіміздің барахолкаға ұқсайды, бірақ тек бұл колоритті түрде жасалған екен. Бір керемет бір нәрсе алуға болады деп айта алмаймын. Мынандай орамалдар, неше түрлі мынау ряд сондай екен. Бірақ қарап келуге болады, көріп кетуге. Сук Вакиф кезінде мал базары болған тарихи орын 2006 жылы толықтай қайта қалпына келтірілсе де, бүгінде бір бөлігінде құстар мен үй жануарларын сататын аймақ сақталған. Мұнда Катардың колоритін сезініп, сувенирлер мен магнитиктерді сатып алуға және серуендеуге болады. Катардың халықаралық әуежайына келдік. Артында тұрған сары мишка ма, білмеймін, бір өзінің персонажы. Бұл осы Катардың аэропортының фишкасы. Осы мишка арқылы барлығы таниды. Бүткіл контрольді 10 минутта өтіп шықтық. Тез паспортның контроль бәрі электронды. Адамдар отырмайды. Сканер арқылы көзді сетчатканы сканировать етеді, паспортты сканировать етеді, тез өтіп шықтық. Бұл аэропорт әлемдегі ең үлкен, ең әдемі, ең күшті аэропорттардың біріне жатады. Және сат жаңағы бақ сингапурский аэропортқа ұқсатып жасаған екен. Қазір соны барып көреміз. Мына жақтың барлығы артында тұрған бәрі duty free. Duty freelары да үлкен, аэропорттары да үлкен. Катарский авиалиния әлемдегі ең күшті авиалиния деген атақты қателеспесем 6-7 рет алған болатын. Солай. Жаңағы сары мишкадан кішкене бір 2 минут тіке жүріп, жоғары көтерілген кезде мына жақта, оң жақта міне пойызға отыратын жерлер тұр екен. Өзі бір остановка, ары бері бір 2-3 минуттай пойызбен. Аны келе жатыр, кішкентай екен өзі. Метрошка такая, ЛРТшка дейсің, мини ЛРТшка. Ой! Давай осыған отырайық. Қазір жүреміз. Мұнда өйткен басқалар түсіруге болмайды. Короче, өзінің нелері, тыйымдары көп мемлекет. Сондықтан тыныш қана түсіріп үйімізге қайтайық. Кеттік. Тез арада пойызбен жетіп қалдық. Артымызда тағы да бір мишка тұр. Басы бүйтіп түсіп кеткен. Настроениесі жоқ. Айта кететінім, Катар шопингқа арналған мемлекет емес. Мұнда басқа мемлекеттермен салыстырғанда барлығы бағалары жоғары. Киімге де, аксессуарларға да, бәріне де. Такси арзан. Ал жеттік жаңағы жерден. Тіке жүре берген кезде алдымыздан шығады екен үлкен бақ, бау бақша. Шын ба бәрі ағаштары? Вау. Әдемі, необычно. Жақсы, өздерінде енді құм болғаннан кейін, шөл болғаннан кейін аэропорттарына ағаш егіп қойын деген шығар. Чувствуется запах зелени. Классно. Смотрите, какой пол, аж здесь красивый. Имитация асфальта, земли, да? В общем, аэропорт таңғаларлықтай. Осындай кішкентай мемлекет, картада мынандай ғана үлкен аэропорт салып және авиалиниялары әлемде бірінші болған. Молодцы, что сказать, молодцы, керемет.
ертерек аэропортқа келіп, міндетті түрде әрине де мына сатты сіздерге көруге кеңес береміз. Маған осы араб мемлекеттерінде ұнайтыны туалеттер ұнайды. Не үшін? Себебі өте таза, барлық жерлерде таза. Торговый центрларында, аэропорттарында. Біз стадионға бардық. 3 сағат бойы концерт күтумен 4 сағат болды. 4 сағатта да барлық жерде адамдар тұрады, тазалықты мықты сақтайды. Бір иіс те жоқ. Бір қағазды да таппайсың туалеттерінде. Орманның арасында келе жатып, тауып алдық. Сяду на пенек, съем пирожок. Сіздер қайда деп ойлайсыңдар ғой, Мен аэропорттың ішіндемін. Кім ойлаған аэропортта осындай ағаштар болатынын? Негізі, қазіргі біз өте керемет заманда өмір сүреміз. Барлығы да мүмкін. Аэропорттың қақ ортасында жасыл сад, демаласын, құстар ұшып жүр. Сондай даусын жасап қойған. Өз-өзіңді күшті бір сезінесің. Отырып, жай барақат. Мыналардың бәріне ухаживать етуді айтсаш. Бәрін тап-таза қылдырып, суарып. Мін көрдіңіздер ме? Мында судың нелері, белгілері тұр. Арасында шланг сондайлар болып тұр ғой, бәрін суарып тұратын. Міне Дохада өткізген 7 күніміз де өз мәресіне жетті. Бұл сапар біз үшін қалалық және жағажайлық демалыстың үйлесімі болды. Біз Дельта Бай Марриотт Сити Центр Доха атты 5 жұлдызды қонақ үйде тұрдық. Қаланың ритмін сезініп, жағажайдың рахатын қатар алдық. Бізге үйреншікті Араб әмірлігі мен Турциядағыдай зәулім отель емес, таңғы асы да 5 жұлдызды деңгейдегі отельге сай келмейді. Алайда персоналы қонақжай номерді күнде жинап тұрды. Ең бастысы тазалығы жақсы, бөтен иіс жоқ. Жалпы өз бағасына сай. Жағажайға келетін болсам, таза, құмды, суы салқын, сергітетін. Бұл жағынан Доха Дубайдан асып түсті деп нық айта аламын. Жеңіл тамақтанатын орындар да бар. Барлығы дәмді. Соның ішінде маған ерекше ұнағаны Баскин Роббинс балмұздағы. Тағы бір есте қаларлық сәт ол рэпер Трэвис Скоттың концертіне барғанымыз. Билеттер қолжетімді. Бір билетті 27 000 теңгеге алдым. Катар асханасына келетін болса, қай жерде де тамақтансақ та маған барлығы ұнады. Әсіресе жергілікті тағамдары. Шопинг туралы айтатын болсам, мен өзім 3,5 жыл байырлық қызметті атқардым. Сондықтан да сауда-саттық орталықтарында киімдерге, оның бағаларына мән беремін. Байқағаным, Zara, Mango, H&M сияқты дүкендерде баға Қазақстанға қарағанда сәл жоғары. Ал Cartier, Van Cleef сынды әшекей люкс брендтердің бағасы Дубаймен салыстырғанда қымбаттырақ. Бірақ тауар таңдауы кең, ерекше жергілікті брендтер де қызықты. Мен мысалы өзіме клатч, панама және аксессуарлар сатып алдым. Ал енді турдың бағасына келетін болсам, алғашқы бағасы 650 000 теңге болды. Оған 7 күн отельде тұру, таңғы ас, Эйр Астанамен ұшу, трансфер және сақтандыру кірді. Мен бизнес-классқа апгрейд жасадым. Сол үшін жалпы сума 950 000 теңгеге тура келді. Оған қоса күнделікті тамақ пен таксиға кеткен шығын бар. Өз басым тағы да Дохаға келуге қарсы емеспін. Айтпақшы, бұл менің алғашқы YouTube влогым. Сондықтан да қатты сынамауларыңызды сұраймын. Алайда шынайы пікірлеріңізді күтемін. Егер бейнем ұнап жатса, лайк басып, арнама жазылып қойыңыздар. Алда әлі талай қызықты бақыттар мен ерекше сапарлар бар. Менің Instagram парақшамда тағы да саяхатқа қатысты ақпараттар бар. Қызық болып жатса өтіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.